Бұл Крутстар отбасы. Көршілерінің бәрі қырылып қалған соң, олар көп уақытын үңгірде өткізеді. Тамақ табу үшін Грак сыртқа шығып, жиналған кәндек иттерді қуады. Қызы ip шығып, күннің жылысына дейді. Үңгірдің кенжесі Сэнди ырылдап, дәу масаны тістеп алады. Сосын ұлы Танк пен нағашы әжелері шығып, олар отбасымен аңға шығады. Олар бір құстың жұмыртқасын тартып алуды шешеді. Танк жұмыртқаны ала бергенде құс оны сұлатып түсіреді. Сосын аналары Агга одан жұмыртқаны тартып алуға тырысуда. Тап бір Крутстар командасы мен кәндектер командасының ойыны секілді. Отбасыға қауіп төніп, Грак отбасын мамонтқа мінгізіп жібереді, пойызға отырғызып жібергендей. Нәтижесінде олар тупикқа тіреледі. Бірақ Грак жұмыртқаны аман алып қалды, басын тоңқайтып соғып алса да. Олар шикі жұмыртқаны ішіп тамақтанып алады. Кеш батып үңгірге кіретін уақыт келгенде, ip кіргісі келмей күннің батуын тамашалауда. Әкесі қызын шақырып, олардың бәрі енді үңгірде. Грак отбасына ертек айтып береді. Сосын отбасы ұйықтауға жатады. Түнде ip оянып сыртқа шығып, жарықты байқаған соң артынан жүріп, алаудың жанына келеді. Кенет артынан қабан бетпердесін киген біреу шығып, қыз оны қадайды. Қорыққаннан бала бетпердесін шешеді. Қыз адамды көріп таңғалып, белбеуді көріп шошып кетеді. Сол мезетте Грак оянып, иптің шығып кеткенін түсінеді. Бозбаланың от жағалатыны анықталады. Ол қызға жақында ақырзаман болатынын хабарлайды. Бозбала ипқа ысқыратын ракушка беріп, көмек керек болса ысқыр деп кетіп қалады. Әкесі қызды тауып алып, олар үйге жетем дегенше таң атады. Ип отбасына бозбала туралы айтып ысқырғанда, отбасы мүшелері ысқырғыштың түгін қалдырмайды. Жер сілкінісі басталып, отбасы қашады. Жер сілкінісі біткен соң жабайы адамдар отбасы үңгірлері қирағанын түсінеді. Олар жаңа әлемді көреді. Сол сәтте оларға үкіге ұқсайтын мысықша шабуылдап, Крутстар отбасы жардан секіреді. Отбасы жүріп, жолдан пілге ұқсайтын тышқанды көріп, кейін маймылдарға соқтығысады. Грак олардан таяқ жейді. Маймылдар қашады. Дәу азуы алты қарыс жолбарыс кепті. Ол отбасын жеуге келетқанда, жыртқыш мысық бірдеңеден сезіктеніп қашып кетеді. Отбасы бір құстардың китті жеп қойғанын көріп дүрбеленге түседі. Ip мүйізді алып бозбаланы көмекке шақырады. Ол көмекке атылып, соңғы сәтте от жағып үлгереді. Отбасы аман қалды. Олар отты көріп қуып кетеді. Ip, мынау менің отбасым, танысып қой дейді. Кәдімгідей өрт басталып, жүгері содан ұшады ракета сияқты. Нәтижесінде ол соғылып, аспанда салют сияқты жарылып, попкорн жаңбыр боп жауады. Бозбала ойбай деп жабайы адамдардан қашуға тырысады. Алайда оны Ip ұстап алады. Әкесі бозбаланы ағашқа кіргізіп қойып, олар жолдарын жалғастырады. Олар бір құс тауып, оның жұмыртқасын ала алмай саршаян жеп отыр. Әжейдің қарны тоймай томпақ Танкты жегісі келіп кетеді. Бозбала Ипқа егер оны босатса, аң аулауға бірге алып алатынын айтады. Қыз шынба деп оны босатады. Олар тұзақ құрып, ақырында құсты тұзаққа түсіріп, құс етін пісіріп жейді. Ням-ням. Кейін Грак оларға басты кейіпкер соңында өлетін ертегі айтқанда, бозбала менің ертегілерім әдетте басқаша аяқталады дейді. Бәрі бозбаладан ертегі айтып беруін сұрайды. Оның ертегісіндегі басты кейіпкер жарға шығып, барлығы тамаша ертеңгі күнге ұшып кетеді. Олар ұйықтап, таңертең бозбала құлайындап қалған. Бақытына орай құламапты. Жолда Ip басты кейіпкер қалай ұшқанын сұрағанда, бозбала ағашта жатып әңгімелесуге желанием жоқ дейді. Қыз оны ұшырып жіберіп, Грак оны ұстайын деп, аяғына шүкіртастар кіріп кетті. Содан бозбала ақырындап қаша бастайды. Бірақ ақырында ол Крутстар отбасына көмектесуді шешеді. Бозбала әрқайсысына аяқ киім жасап береді. Бозбаланың арқасында олар түрлі кедергілерден оңай өтеді. Ол бөлінуді ұсынып, әрқайсысына ракушка береді. Грак біз бөлінбейміз деп өзінше болғанда, жер сілкінісі оларды бөлек жерлерге лақтырып тастайды. Сөйтіп Грактан басқасының барлығы лабиринттен сәтті шығады. Агга күйеуін алып шығады. Бозбала оларды ағаштың жоғар жағына алып шығып, оларға жұлдыздарды көрсетеді. Келесі күні жер сілкінісі болғанда, Грак отбасын үңгірге тартады. Алайда олар оған қарсы екен айтқанда, Грак бозбаланы қуа жөнеледі. Біраз уақыттан кейін олар тау шайырына тұрып қалады. Бозбала оған шығуға тырыспай қой, отбасым шайырға тұрып қап, бірнеше күн өткеннен кейін қайтыс болды дейді. Грак одан кешірім сұрайды. Сол сәтте олар азуы алты қарыс жолбарыстың жақындағанын естіп, оны алдап тартып, жолбарыс бұларды тартып құтқарады. Бірақ өзінің алданғанын түсінген ол шабуылдайын дегенде, құйрығы шайырға жабысып қалғандықтан ұшып кетеді. Сол кезде отбасы келеді. Грак бозбаладан ертеңгі күнге апаруды сұрайды. Олар жүріп келатқанда, жер олардың алдынан айырылып, отбасын тоқтатады. Агга жүріңдер үңгірге дейді. Грак бас тартып, оларды күшінің көмегімен арғы жаққа лақтыруды шешеді. Ол бозбаланы лақтырады. Бірақ оның өлі тірісін ешкім білмейді. Бір кезде бозбала аман екенін білдіріп ысқырады. Оның тірі екенін біліп отбасы қуанады.
Грак қалғандарын лақтырып, ипке келгенде ол қарсы болады, өйткені әкесі жалғыз қалып қалады ғой бұл жақта. Грак қызын қатты жақсы көретін мойындайды. Ол жаман әке болған үшін кешірім сұрап, қызымен қоштасып, оны арғы бетке жеткізеді. Жер сілкініп, Грак үңгірге қашады. Ол алғаш рет от жағып қуанып кеткен. Ол отбасының суретін салады. Грак құлап, отты өшіріп ап, қайта жаққанда жанынан бағанағы жолбарысты байқайды. Жолбарыс отты бір үрлеп өшіреді. Қатты дыбыс шығып, екеуі де үрлеп отты қайта жандырады. Ол Грактың жанында ұйықтап қалды. Грак отбасын ойлап, оған бір ой келеді. Ол киттің қаңқасына шайыр жағып, құстарды тартады. Құстар жабысып қап, оларды көтереді. Алау руль сияқты ғой. Жарылыс орын алып, отбасы әкелері өлді дегенде, ол жолбарыспен ұшып құлап қонады. Бозбала мен жануарлары бар Круцтар отбасы ертеңгі күнге жетеді. Expressive language. No, you haven't. Бозбалаға ата-анасы өлер алдында бұл жерден кетіп жарыққа қарай жүр, сонда ертеңгі күнді табасың деп айтты. Сөйтіп Бозбала жарықтың артынан біраз күн жүріп, белбеуді кездестірді. Екеуі көп күн жүрді, бірақ ертеңгі күнді солай таппады. Бозбала өсті, ол иппен осылай танысты. Қазіргі уақытта Круцтар отбасы саяхаттап жүр. Оларға кенгурулар шабуылдауда, бірақ отбасы олармен шешіп тастайды. Бозбала мен ип махаббат болып жүр. Біраз уақыттан кейін қарны ашып келатқан танк қанатты коаланың көтенін ғырш етіп алады. Содан отбасы бір жерде аялдауды шешіп, Грак Бозбала мен ипқа от жағуды тапсырғанда, Бозбала жарайды әке деп қояды. Бұған Грак әрине ашуланады. Екеуі махаббат болып, отты жақпай әлі отыр. Әкелері жынданғанда оны Агга тыныштандырады. Түн болып, отбасы от жанында ұйықтауда. Қысылып жатқан Бозбала ипті іздеп, көзін ашып ұйықтап жатқан әжеге кезігеді. Сосын ипті тауып, оған бөлек шығайық, маған үйлен деген сияқты ұсыныс жасайды. Қыз келісіп, екеуі ұйықтауға кетеді. Мұны естіп қойған Грак жынданып, жүріп қайтуды шешіп, ема деп айғайлайды. Таң атып кетіп, отбасын танктың іші құрылдап будильник болып оятады. Кейін танк ақ төске апорт дейді. Итпен бірге Сэнди де жүгіреді кішкентай күшік. Олар шошып қайтып оралады. Бірдеңке келе жатыр. Ол әкелері екен. Ол тұрағап жүріңдер деп бір жерге алып келеді. Грак қақпаны ашып, оларға әдемі жеміс жидектері мол жерді көрсетеді. Сосын олардың бәрі тамақты, яғни жеміс жидектерді опыруда. Енді қарындары тыңқиып жатыр. Ойбай, тойдық деп. Бірақ Грак бананды көріп, кезінде біреуін жеп едім осындайдың деп тағы жегісі келіп кетеді. Бұл қақпан болып шықты. Оларға индейстер сияқты екі адам келеді. Бұл Беттермандар отбасы екен. Олар Круцтар отбасын босатады. Беттермандар отбасы мен Бозбала бір-бірін таниды екен. Ерлі-зайыптылар Бозбаланың ата-анасының достары болған. Беттермандар оларды ағаштағы үйіне алып келеді. Олар лифтпен көтеріледі. Танк үңгірде тұрған соң терезені көріп таңғалады. Әжелері мен аналары айналарды қиратады. Беттермандар қыздары Данды көрсетеді. Олар Бозбала екеуі бірге өскен. Ит Бозбаланы қызғанып қалған секілді. Жоқ, ол өзімен жасты қызды көріп таңғалған. Екеуі бір-біріне құрбы тапқанына шыңғырып қуанады. Фил Гракқа ілініп тұрған бананды жемеуді ескертеді. Бәрін же, тек бананды жеме дейді. Ұйықтайтын уақыт келіп, Круцтар отбасы баяғыдай пашка болып ұйықтауға жатады. Бірақ Фил әркімнің өз бөлмесі бар екенін хабарлайды. Донда пашка болып ұйықтағысы келіп кетеді, бірақ мамасы рұқсат бермейді. Танк, мистер Беттер папа, менің бөлмем қайда дейді. Ол жүре ғой балам деп оны алып кетеді. Кейінірек ол жатар алдында телевизор көргендей терезеден көріністі қарауда. Бозбала деп ұйықтауға жатты. Танк мамонттың құлағанын көріп қарқылдап күледі. Әже мен Сэнди ұйықтап жатыр. Ал Грак ұйықтай алмай жатыр. Ол ұйықтап жатқан әйелін оятып, мен де сен сияқты ұйықтай алмай жатқам деп қояды. Сол уақытта Беттермандар отбасы Бозбаланы қыздары Донға қоспақшы. Таңертең олар Бозбаланы қызына ілестіріп жібереді. Олар ауыл, мал шаруашылығымен айналысады. Кейін Бозбала душқа түседі. Сол уақытта қызы мен әкесі ұйқылары қанбағанын айтып шағымданады. Ал Агга, Сэнди және әжей кайфовать етіп жүр. Танк телевизордан «В мире животных» қарап отыр. Бозбала болса Беттермандарға ұқсап қалған.
Таңғы астың уақыты келген соң ip махаббат боп от жағамыз деп ойлайды. Бірақ бозбала отты бәттермандардың құрылғысымен жағады. Содан көңілсіз боп отқан ипқа Дон келіп, саяхаттауды жақсы көретінін, бірақ ата-анасы қақпаның сыртына шығармайтынын айтып шағымданады. Ip «Go» деп екеуі жолбарысты оталдырып, алдымен тауықтың үстінен, сосын шошқаның, ақырында қақпаның арғы жағына секіреді. Олар жолдарын жалғастырады. Бозбала унитаздың не екенін білмей ойнап отыр. Үміт ханым кеп, оған олардың отбасыларының суретін береді. Далада танк ақтөске апорт деп, абайсызда таяқты тауықтың көзіне қадайды. Гракқа Фил кеп, Грак ойында таяқты Филдің көзіне қадайды. Ол жай ойында, ал шын мәнінде олар екеуі кәшенуде. Грак бананды көріп ала бергенде, Фил оған болмайды деп рұқсат бермейді. Сосын олар сарқыраманың ішіне кіреді. Агга кеше шашқан қоқыстарды сыртқа лақтырып жатыр. Сен де жүр шошқаға мініп дігдік шауып. Аггаға үміт кеп, жабайы әлемді сағынған жоқсың ба деген сұрақ қояды. Агга жоқ, мына жақта қалайын деп жүрміз вообще-та дейді. Сол уақытта құрбылар мышыққа отырып ап кәшеніп жүр. Иптің бетіне көбелектің қанаты тиіп кетіп, олар араның ұясына соғылады. Донды ара шағып алды. Еркектер болса саунада босаңсып отыр. Кейін Грак бөлмесіне Беттер Грак боп оралады. Агга беттермандар отбасы Круссор отбасының бозбаласыз кетуін қалайтын айтады. Содан Грак жынданып кетеді. Оған Агга бозбаланы өздерімен бірге алып тайып тұруды ұсынады. Грак менің бір аяқталмаған ісім бар еді дейді. Бозбала сурет қарап отқанда құрбылар оралады. Бозбала олардың алдынан шығып, ипқа ұрсып, Донды алып кетеді. Үйде бәрі дастархан басында отыр. Танк гүл жеуде. Грак пен Агга жолай тойып келгендерін хабарлайды. Беттермандар бозбала мен Донды байқап, оларды кешкі асқа шақырады. Бозбала қызға ісіп кеткен қолыңды көрсетпей отыр дегенде, қыз окей дейді. Ip кеп бозбалаға дікеңдейді. Ол бозбалаға жүр бұл жерден кеттік дейді. Бірақ бозбала кете алмайтын мәлімдейді. Қыз кетеді. Грак бананның қабығын үстелге қойып, бананның бәрін жеп қойғанын мәлімдейді. Фил маңырап сыртқа жүгіреді. Бозбала келе жатып, Грак пен жылап атқан Филға соқтығысады. Фил әр 100 күн сайын біреу кеп, оған банан беріп жүргенін айтады. Кенет сол біреу келді. Қақпа тесіліп, Фил шыңғырып атыр. О жерде кішкентай маймыл. Бозбала мен кеттім деп, Грак жыртылып тұрып күледі. Маймылдың артында көп екен маймылдар. Олар адамдарға шабуылдауда. Сосын оларды бір жаққа алып кетті. Үміт терезеден қақпаның сынғанын көріп, әйелдер еркектерді біреулер ұрлап кеткенін түсінеді. Сэндиге бозбаланың тәпішкесін ескетіп, олар жолға аттанады. Еркектерді маймылдар ағаштың ішіне тығып қойып тасымалдауда. Басқа жақта танк телевизорға тәуелді болып қалған. Олар қауіпті акулалары бар көпірге келгенде ұрсысып суға құлайды. Осылай жолдарын жалғастырады. Жігіттерді бір өңгірге алып келген. Бұяқта неше түрлі маймылдар бар екен. Олардың көсемдері ақсақал шығады. Олардың тілінде бозбала сөйлесе алады екен. Бозбала маймылдардың ашулы екенін және банан қалайтынын айтады. Көсем әңгімесін айтуда. Су молынан, ең бастысы банан молынан болды. Бірде ай толғанда құбыжық банандары үшін келді. Бір күні сарқырамада су ақпай қап, банандар қорап қалды. Құбыжық кеп, банан жоқ болған соң маймылдарды алып кетті. Фил сол суды өзіне бұрып алғанын айтып, бозбала оны маймылдарға аударып қояды. Маймылдар ашулы. Фил ағаштан найза жасап алады. Оған қарап маймылдар да найза жасап алды. Сол мезетте Аггалар судан шығады. Әжей жас кезінде Тандер Систерс әйелдер тайпасында болғанын айтып, шашын еркектерді табуға жібереді. Үміт жынданып, жүгіріп, бір кезде сырғанап бір өңгірге кіріп кетіп, ақырында мұз боп қатып қалады. Оларға өрмекші қасқырлар шабуылдайын дейді. Дон күшікті көріп, оны ата-анасына жібереді. Түрмедегі үшеуі, яғни Фил факел жасап, маймылдарды қорқытайын дейді. Алайда маймылдар оны тартып алады. Оларды әжейдің шашы тапты. Басқа жақта Дон өрмекші қасқырдың күшігіне дайлапы деп жатыр. Ip ағаштарды қиратып жүр. Анасы оны тыныштандырып, екеуі біраз әңгімелеседі. Сосын олар ұйықтауға жатады. Үміт жабайыларша жатқысы келмейді. Оның мұздап отқанын көрген отбасы пашкаға кіргізеді. Үміт кешірім сұрайды. Бозбала көсемнің үй жануары. Ал екі әке аренада сөзбен шайқасып, бір-бірінің жаман әке болғанын айтып, құлайды. Бозбала сөз сүйектен өтетін түсінеді. Маймылдар бұларды құбыжыққа бананның орнына бермекші екен. Әжей шашын күтуде. Үміт ұйқыдан тұрады. Шашы жалбырап кеткен. Көптен күткен шашта келді. Ол әжейдің басына қонып, маймылдар туралы айтады. Әжей Тандер Систерс деп пресін көрсетіп, әрқайсысына ат қойып, беттеріне бояу жағады. Сөйтіп олар жолға аттанды. Табақта 3 банан жатыр. Көсем оларға бір-бір шапалақтан береді. Сүйкімді, маңдайы бар құбыжық маймыл келді бұлар жеуге.
Ол аузына сала бергенде Тандер Систерс келеді. Көсем маймылдарша шабуыл деп айғайлайды. Содан Тандер Систерс маймылдарды шашып жатыр және жыртады. Құбыжық маймыл бананды аузына салады. Әжейдің шашы оның мұрнына кіргендіктен ол 3 бананды түшкіріп шығарады. Өрмекші қасқырлардың торының көмегімен 3 бананды Тандер Систерс сүйрей жөнеледі. Оларды құбыжық қуып келеді. Сосын құбыжық жатағап жер ескейді. Табақтан 2 ересек банан түсіп қалады. Фил аяғын қайырып ап, мені тастап өзіңді құтқар дейді. Грак жоқ, бро дейді. Олар банан бауырлар деген ат қойып алады өздеріне. Ипқа қауіп төнгенде оны бозбала құтқарып қалады. Бозбала ертеңгі күн жер емес, адам, ип болғанын мойындайды. Маймыл оларды ұстады дегенде біздікілер таспен шабуылдайды. Сосын жасы жұп тастарымен от жағып, құбыжықтың көзін құртады. Жұп сүйседі. Барлығы қуануда. Алайда құбыжық әлі өлмепті. Ол ипті тартады. Бірақ қыздың арахис пашпайынан. Содан ол құлап кетті. Грак ипті шығарып, бәрі құшақтасады. Кейін үйге оралғанда аналар қақпаны алып тастайды. Фил маймылдар тілінде сөйлесуді үйреніп апты. Ип пен бозбала отбасымен қоштасып, көрші үйге көшеді. Сэнди алғашқы сөзін айтады. Грак қуанып кеткен. Әжей жаңа шаш тауып апты. Әкелер банан бауыр деген тамақ алып келеді.